Hello, my dear friend. Welcome to my YouTube channel. Достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен осы YouTube каналда сіздерге барынша пайдалы ағылшын тілін тиімді үйренудің жолдарын көрсететін боламын. Енді біздің бүгінгі сабағымыз ағылшын тілінде 7 күнде сөйлеп баста деген тақырыпқа арналады. Ағылшын тілінде 7 күнде сөйлеп бастай беруге болады. Және де осы сабақта ағылшын тілін соңғы рет меңгерудің формуласын беретін боламын. Сондықтан да сабақты соңына дейін көр. Егер сіз ағылшын тілін жылдар бойы үйреніп жүрген болсаңыз, бірақ әлде сөйлей алмайтын болсаңыз, осы сабақ сізге арналады. Бұл жерде мен ағылшын тілінде еркін сөйлеудің нақты жолын көрсететін боламын. Ал дайын болсаңыз кеттік. Мен бұл сабақта сізге 7 күннің ішінде сөйлеп бастайтын жүйені көрсетемін. Бір айда бір деңгей көтере аласыз, және beginner болсаңыз, beginnerдан advancedқа дейін 9 айда жете аласыз. Осы жолды, осы жүйені көрсететін боламын. Және де ең бастысы, сіз курсты қалай таңдаймын, мені қалай нәтижеге жеткізетін курсты табамын деп бас қатырмайтын боласыз. Жалпы басқа курс іздеп шаршамайтын боласыз. Тіпті егер де сіз ағылшын тілін 3-4 рет бастап тастап кеткен болсаңыз да, ағылшынша сөйлеуге ұялатын болсаңыз, қате жіберуден қорқатын болсаңыз, және де грамматиканы шатастырып, соңына дейін жете алмай жүрсеңіз, ағылшын үйрену қиын деп өзіңізге блок қойып тастаған болсаңыз, және де басқа ортаға барсам, қысылып сөйлей алмай қаламын деген сіздің қандай да бір бойдарыңыз болса, осы сабақты шешетін боламыз. Жалпы негізі мына нәрсені есте ұстаңыз. Бұл жерде мәселе сізде емес. Проблема сізде емес, бұл жердегі мәселе сізді оқытқан жүйеде. Қарап тұрсаңыз, 10 жыл мектепте оқысақ та, университетте оқысақ та, бірнеше курсқа барсақ та, бізге бір ағылшын тілі алынбайтын қамал сияқты көрінеді, Бірақ мына нәрсені есте ұстаңыз. Егер оқытатын жүйе, оқытатын методика дұрыс болса, бір талпыныспен ағылшынды қысқа уақытта толық үйреніп алуға болады, ары қарай мақсатыңызға сай қолданып кетуге болады. Енді қараңыз, мен ағылшын тілінен 15 жыл бойы сабақ беріп келе жатқан маманмын. Өзім TESOL магистрімін, яғни Teaching English for Speakers of Other Languages деп аталады өзім мамандығым. Бұл мамандықты мен болашақпен Англияда бітіргем, Дарам университетінде. Яғни өзге тілде сөйлейтін адамдарға ағылшын тілін үйрету мамандығын бітіргем Англияда. Америкаға докторантураға түскем, Georgia State University'ге. PhD in Education деп аталады. Именно осы салада, тіл меңгерту саласы бойынша, және Америкадағы Arizona State University'да біліктілікті арттыру курсынан өткенмін. Және сонымен қатар Казгюда жұмыс жасап, жыл мұғалімі атандым. Skyeng сияқты халықаралық платформада жұмыс жасап, халықаралық дәрежеде сабақ берген маманмын. Патенттелген авторлық методикам бар, English Insights атты. Және де осы 15 жыл тәжірибемде 10 мыңнан аса шәкірт оқытқан екенмін. Бірақ бұл жердегі ең маңыздысы менің дипломдарым, менің жетістіктерім емес, менің шәкірттерімнің көрсеткен нәтижелері. Мысалға, менің шәкіртім Ержан, ол өзі уролог дәрігер, біздің курсты 4 айда бітірді, advanced деңгейге жетті. Бітіру кешінде Бану ханым, мен сізді қуантайын, менің сізге күшті жаңалығым бар деп айтты. Ол біздің курста оқып жүрген кезде Америкаға және Кореяға оқуға тапсырған екен. Сол екі елден де оқуға шақырту алды, Америкадағы Сан-Диего университетінен және дегі Кореядағы Сеул ұлттық университетінен. Және де нәтижесінде Кореядағы Сеул университетін таңдап, 1 жыл бойына грант ұтып алып, оқып келді. Келесі шәкіртім Ақерке, ол менің әріптесім болып табылады, ағылшын тілі мұғалімі. Бізде 4 айда advanced деңгейіне жетіп, курстан соң мектепке ресми түрде жұмысқа тұрды, мектептің үздік мұғалімі атанды, және Дубайға барып, халықаралық конференцияға қатысып, диплом алып келді. Лаура шәкіртім халықаралық компанияға жұмысқа тұрды, өзі IT маманы, өз мамандығы бойынша халықаралық компанияға жұмысқа тұрып, табысын арттырды. Бейбіт деген шәкіртім Польшаға грантқа түсті, қазір оқып жатыр. Балерке шәкіртім небәрі 11 жаста, қазір уже бізде еркін сөйлейді, IELTS тапсыруға дайындалып жатыр. Олжан деген шәкіртім бізге IELTS 5-5 балмен келіп еді, 3 ай IELTS курсымызды оқып, 6,5 балға жетті. Ең үлкен жастағы шәкіртім Бағдаулет ата бар, ол кісімен біз телеарнаға шыққан болатынбыз. Ол жәндіктерді зерттейтін ғалым, Қазақстандағы, жасы 70 жаста. Ол кісінің бізге келудегі мақсаты
өзінің ғылыми жаңалықтарын халықаралық дәрежеде конференцияларда таныстырсам деді. Танымал шәкірттердің ішінде Бақыт Тұрман деген шәкіртім бар. Ол кісі Қайрат Әділгерейдің әйелі. Бізде барлық 6 деңгейді оқыды. Ол кісінің мақсаты докторантураға түсу болатын. Келесі танымал шәкіртім Малика ұстаз. Малика ұстаз бізде де принтермей деңгейінен бастап адванстқа дейін көтерілді. Және ол кісіні қазір біз жеке өз подкасттарын ағылшынша беруге дайындап жатырмыз. Осылай атай берсек, негізі жетістікке жетіп жатқан шәкірттерім көп, ал жалпы алатын болсақ, маған келген шәкірттердің көпшілігі сөйлеуден қорқуды қойды, және бір қызығы біздің курсқа келіп 3 ай оқығаннан кейін басқа курстарды да тексеріп көреді, және де өкініп қайтып келеді. Маған негізі сіздің курсыңыздағы жүйе, методика өте қатты сәйкес келеді екен, басқа курсқа барып өкіндім деп бірнешеуі айтқан жағдайлар болды. Сонымен қатар қараңыздаршы, біздің курсқа күнделікті 100-ден 200-ден адамдар келіп жатады. Олардың сұрайтын сұранысы: мен ағылшын тілін түсінемін, ағылшын тілін білемін, бірақ сөйлей алмаймын. Бұл ағылшын үйренушілердің көпшілігіне ортақ проблема. Түсінеміз, бірақ сөйлей алмаймыз. Бірақ бұл шешілмейтін мәселе емес. Және ағылшын тілін жай теория ретінде үйреніп емес, нақты сөйлеп, нақты еркін сөйлеп шығудың формуласын осы сабақта беретін боламын. Ағылшын үйренушілердің арасында кездесетін 90% жағдайдағы жиі кездесетін проблема. Яғни адамдардың 90%-ы ағылшын тілін дұрыс тәсілмен оқымайды. Тек грамматика оқиды, сөз жаттай береді, немесе Headway, English File, Solutions сияқты дайын оқулықтармен оқиды, жүйелі сөйлеу практикасы жоқ. Соңында ережені біледі, бірақ сөйлей алмайды. Жалпы мен айтайын ба, қазақтардың ішінде осы ағылшын тіліндегі барлық 7 дағдының ең нашар дамитыны, ең соңында дамитыны сөйлеу. Ал ағылшын тілінде еркін сөйлеп білмесең, не үшін оқисың? Енді осы проблеманы шешу үшін мен арнайы методика жасадым. Бұл методикамның мақсаты ағылшын тілін бір рет үйреніп қайта бастамау. Ағылшын тілін соңғы рет меңгерту. Бұл жүйе қалай жұмыс жасайды? Бұл жерде негізгі 3 принцип бар. Біріншісі 80% практикамен ең бастапқы деңгейден бастап бірден сөйлетіп үйрету. Менің шәкірттерім бір аптада сөйлеп бастайды. Себебі бірінші осы принцип жұмыс істеп тұр. 80% практика. Екінші принцип тілдің барлық бөлігін қатар дамытамын. Мысалы, машина бір дөңгелекпен жүрмейтін секілді, сізге тек сөйлеуді ғана дамытып қоймаймын. Сізге оқуды да, тыңдауды да, жазуды да, осы яғни барлық 4 практикалық дағдыны қатар дамытамын. Әр деңгейде де сіз оқып, жазып, тыңдап, сөйлеп үйренесіз. Мысалы, көп жерде талап етілетін IELTS тесті неге тек сөйлеуді ғана тексермейді? Ол жерде жазу, тыңдау және де оқу дағдыларында тексереді. Себебі осы 4 дағды қатар даму керек адамда. Өйткені сізде шетелдікпен диалог қалыптастыру үшін, жұмыс жасау үшін, оқу үшін жалпы осы 4 дағды қатар қолданылады, қатар талап етіледі. Сол үшін де ағылшын тілін әр деңгейін қысқа уақытта толық меңгергіңіз келсе, менің курсымда осы 4 дағдыны толық дұрыс дамыту арқылы сізге ағылшын тілін соңғы рет үйретіп жіберемін. Ары қарай IELTS тапсырасыз ба, басқа да мақсаттарыңызға қолданасыз ба? Бұл фундамент ретінде өте көп көмектеседі. Және үшінші принцип нақты құрылым, артық сөз жоқ. Сіз егерде менің курсыма келсеңіз, 70% жауапкершілік бізде, 30% тек сізде. Яғни сіздің тарапыңызда талап етілетін нәрсе тек жылдам Wi-Fi, өзіңізге ыңғайлы жерде отырып оқу, сабақтарға қатысу, шәкірттің жауапкершілігін алу. Ал қалған 70% ол бізге байланысты. Ол 70%-ның ішіне не кіреді? Барлық жүйе, методика, қызықты материал, сізді бір аптада сөйлетіп бастау, нақты нәтижеге жеткізу, дәл бастапқы деңгейлерден бастап еркін сөйлеуге дағдыландыру. Көрдіңіз бе? Осылардың барлығына қол жеткізу үшін мен нақты құрылым беремін, артық сусыз, және сіз тараптан артық ештеңе керек болмайды. Барлығы орнында упакованный тұр. Бұл қандай форматпен жұмыс жасайды? Қараңыздар, аптасына 3 рет Zoom сабағы бар бізде. Платформада аптасына 5 видео сабағым бар менің. Және шетелдік адаммен
қазақша, орысша білмейтін, түсінбейтін адаммен speaking club, яғни сөйлеу сабақтары болады, және шетелдік мұғалімдермен soft skills сабақтары болады. Soft skills дегеніміз жұмсақ дағдылар. Сіз менің курсымда тек ағылшын тілін үйреніп қана қоймайсыз. Менің курсымда сіз өте көп пайдалы ақпараттар, инсайттар және пайдалы техникалар аласыз. Soft skills курсында 21 ғасырдағы ең қажетті 5 дағдыны біз сізге ағылшынша үйретеміз. Бір оқпен 2 қоян атасыз. Және де бізде топта небәрі 8 адам ғана, яғни бұл жайлы орта, қорқыныш азаяды, нәтиже болмай қалады деген болмайды. Жалпы ғылыми дәрежеде дәлелденген факт, топта 8 адамнан артық болса, ол жердегі білім меңгерілмейді. Сондықтан біз максимально 8 адам отырғызамыз бізде топқа. Ал сіз енді ойлануыңыз мүмкін, сіздің бұл ұсынған форматыңыз шынымен де кепілді түрде мені еркін сөйлетіп шығарама дейсіз. Мен Англияда және Америкада профессорлардан ағылшын үйрету саласы бойынша білім алып келген маманмын. Сабақ алып келдім олардан. Және де өзімнің біліміме 25 миллион теңге инвестиция құйған адаммын. Ал сіз осы білімімді 100 есе тиімді бағаға ала аласыз. Сол үшін де мен сенімді түрде айтып тұрмын, осы формат сізді еркін сөйлетіп шығарады. Енді бұл қалай жүреді? Өсу жоспарын қараңыз. Ең бірінші қадам сіздің нақты деңгейіңізді анықтаймыз. Көпшілігі даже деңгейдің қандай екенін білмейді. Көпшілігі бір деңгейді асығыс үсігіс шала меңгереді. Өкінішке орай нарықта ағылшынның бір деңгейін 5 ай, 6 ай созып оқытатын курстар көп. Сонда ағылшынның 6 деңгейін меңгеру үшін сізге 2-3 жыл уақыт кетеді. Бұл өте ұзақ уақыт. Жалығып тастап кетесіз, әрине 3-4 курсқа барасыз, нәтиже болмайды. Бізде ондай емес. Ең бірінші сіздің деңгейіңізді нақты анықтаймыз. Және деңгейдің өзінде де сіз мысалға грамматикаңыз принтермен деңгейге шығып кетсе, сөйлеуіңіз сіздің beginner уровеньде тұруы мүмкін. Сондықтан да біз дәл сізге керек деңгейіңізді нақты анықтап оқу жоспарын береміз. Екінші қадам сөйлеу қорқынышын жоямыз. Көпшілігінде ағылшынша сөйлеуге қорқыныш бар, қате жіберуден қорқыныш бар. Осы үлкен проблеманы жоямыз. Үшінші қадам дайын сөйлеу конструкциясын қалыптастырамыз. Негізі ағылшын тілі қиын емес, ол да бір формула. Егер де сіз ағылшын тілін дұрыс түсініп, күнделікті жүйелі түрде дұрыс дамытсаңыз, ағылшынша сөйлеу қиын емес, менің шәкірттерім бір аптада сөйлеп бастайды. Төртінші қадам автомат деңгейіне жеткіземіз. Яғни сөйлеу формуласын, конструкциясын үйрену бір басқа, оны автоматтандыру бір басқа. Яғни мен 80% практика дедім ғой, осы 80% практикамен сізді автомат деңгейіне жеткіземіз. Және 5-ші қадам келесі деңгейге өтеміз. Яғни сізге бір деңгейді толық меңгертпей жатып, келесі деңгейге өткізбейміз. Көпшілігінің жіберетін қателігі бір деңгейді созып оқығаннан кейін шала меңгереді, асығыс меңгереді. Ең соңында сертификат үшін оққан болып шығады. Бірақ біз олай жасамаймыз. Мейлі сіз грамматикада алда жылжып кетсеңіз де, сөйлеу төменгі деңгейде тұрма, сол деңгейден бастатқызамыз. Сол деңгейді шала емес, толық меңгертеміз, сосын барып қана келесі деңгейге жылжытамыз. Және нәтижесінде сіз 7 күнде сөйлеп бастайсыз, бір айда бір деңгей меңгересіз. Бір деңгейді бір айда толық меңгертеміз, басқалар сияқты 4-5 ай созып оқытпаймыз. 6 айда 4 деңгейге жоғарылайсыз, себебі біз әрбір 2 деңгей сайын бір ай таза практика қосып қойғанбыз, тек сөйлеу сабақтарын ғана. Сол үшін де 6 айда 4 деңгей болып тұр, ал 9 айда advancedқа жетесіз, егер 0-ден бастайтын болсаңыз. Әрине, elementary, pre-intermediate деңгейлерінде болсаңыз, 9 айдан азырақ болады. Advanced деңгейге жеткізіп бере аламыз. Бірақ 0-ден бастайтындар, beginner деңгейіндегілер, beginner деңгей шала меңгерілгендер, сол кісілер 9 айда advanced деңгейге жетеді. Негізі 9 ай деген өте оптимальный срок. Мен айтам, ағылшын тіліне 1 жылдан артық уақыт жұмсауға болмайды. 1 жылдан артық уақыт жұмсалса, ол тым ысырап. Одан кейін уже сіз ағылшын меңгере алмайсыз, сөйлей алмайсыз. Сол үшін де жүйелі түрде, қысқа, дұрыс мерзімде сіз нақты мақсатпен өз деңгейіңізде оқысаңыз, әр деңгейді толық меңгерсеңіз, қысқа ғана уақытта, мен айтып тұрған уақытта сіз нәтижеге жете аласыз. Енді қараңыз, көпшілігі айтып жатады, ағылшын үйренуге уақыт жоқ дейді. Ал сіз уақытты қайда жұмсап жатырсыз? Ойланып көріңіз. Сонымен қатар біз сізге дайын жоспар, нақты құрылым бар, артық сусыз, жүйелі үйретеміз, күнделікті үйретеміз.
сонда сізде уақыт жоқ деген сылтау қалмайды. Бұрын оқып көрдім, қанша оқысам да, 4-5 курс оқысам да нәтиже болмады, 10 жыл мектепте оқысам да нәтиже болмады, ең болмаса орта деңгейде сөйлеп шықпадым десеңіз, мен сізге қайталап айтамын, бұл жерде мәселе сізде емес. Мәселе сізді дұрыс емес оқытқан жүйеде, методикада және курста. Сол үшін де жүйелі бір талпыныспен толық үйреніп аламын десеңіз, ағылшын тілін үйрену кәдімгідей қолжетімді. Келесі бір кедергі бар, адамдарға ағылшын тілін меңгертпейтін, ол ағылшынша сөйлеуге ұяламын, қорқамын, қате жіберуден қорқамын дейді. Бізде шағын топтар, небәрі 8 адам, тіпті 4-5 адамнан тұратын мини топтарда бар. Ол жерде сізбен деңгейлес адамдар, ешкімді сынамайды, бәрі бір-бірін дамыту үшін келеді. Сол үшін де бұл мәселе ешқандай да кедергі болмау керек сізге. Егер нәтиже болмаса деп қорықсаңыз, еркін сөйлеп шығуыңызға кепілдік бар. Менің арнайы жүйеммен, жаңағы ұсынған форматпен сіз 30% жауапкершілікті алып келсеңіз, 70% жауапкершілік бізде, ағылшынша еркін сөйлеп шығатыныңызға кепілдік береміз. Тағы бір мәселе айтыптым ғой, бізге күнделікті 100-200 шақты адамдар сұрап жатады, офлайн бар ма, офлайн оқысам ғана нәтиже болады деп ойлаймын дейді. Сіз өзіңізді шектеп жатырсыз. Сізде бұл офлайн оқысам ғана нәтиже болады деу, бұл жалған установка. Онлайн оқу арқылы сіз көптеген мүмкіншілікке қол жеткізіп жатырсыз. Бұл қазіргі замандағы интернеттің бізге беріп тұрған артықшылығы. Сіз сол жолға кеткен уақытты одан да курсқа арнаңыз, өзіңізге ыңғайлы жерде отырып оқып. Сіз өз шағын қалаңызда жақсы курс, жақсы маман таппауыңыз мүмкін. Ал онлайн іздесеңіз, мүмкіншілік кеңейеді, таңдау кеңейеді, мықты маманға, мықты курсқа келе аласыз. Және де ағылшынды ұзақ оқып қана меңгеруге болады десеңіз, өте қатты қателесесіз. Қайталап айтам, ағылшынға 1 жылдан артық уақыт жұмсауға болмайды. Мысалы, мен өзімнің авторлық методикаммен артық сусыз 1 айда 1 деңгей меңгерту арқылы, жаңа айтып отырмын, әрбір 2 деңгейден кейін 1 ай практика беремін. Осылайша 3 айда 2 деңгей, 6 айда 4 деңгей, және де 9 айда барлық 6 деңгейді меңгертемін. Сол үшін де өтініш, ағылшынға көп уақыт жұмсамаңыз. Ол жерде ешқандай да нәтиже болмайды. Егер сіз қайта-қайта бастаудан шаршасаңыз, жылда ағылшын меңгеремін деп өзіңізге мақсат қойып, жылдың соңында ол қайта-қайта орындалмайтын болса, және де қорықпай, ұялмай, еркін сөйлегіңіз келсе, уақыт пен ақшаңызды босқа жұмсағыңыз келмесе, дәл қазір мына YouTube-тың астындағы сілтемеге өтіп, біздің WhatsApp-қа өтіңіз, менеджерден толық ақпарат алыңыз. Курсымда сізге тиімді болатын, сізге ұнамды болатын өте мықты ұсыныстар бар. Маған сіздің ағылшынша еркін сөйлегеніңіз керек, ал сізге ағылшынның беретін мүмкіндіктері керек. Сол үшін де дәл қазір мына сілтемеге өт, сізді курсымда күтемін. Осы сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Жалпы ағылшын тілін дұрыс меңгерудің лайфхактарын үйренгіңіз келсе, осы YouTube парақшама тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыз. Менің видеоларымды бірінші болып көре аласыз. Келесі сабақта жүздескенше.